Комментарийда сұрақ өте көп болды. Біз арендада үйде тұрамыз, немесе толық емес отбасы, көп балалы отбасы, мүгедек бала бағып отырған отбасымыз. Біз қайда кезекке тұрамыз? Егер сіз постоянно ипотекаға қатысатын, немесе 20-30 жылда мемлекеттен үй алатын кезекке тұрғыңыз келмесе, сіз арендалық үйге кезекке тұра аласыз. Білетін шығарсыздар, таныстарыңыздан, көршілеріңізден 19 жылға, 20 жылға көп балалы аналар, толық емес отбасындағылар арендаға үй алған. Бұл үйді сіз сатып ала алмайсыз, только сізге арендаға береді сондай ұзақ жылдарға. Оған кезекке тұра аласыздар. Қалай тұрасыз? egov.kz сайтына кіресіз, ЭЦП менен главный страницасында тұрады, жылжымайтын мүлік деп. Сол батырманы басасыздар міне. Одан кейін сатып алу, жалдау деген бетте тұр міне. Мемлекеттік фондтың, әкімдіктің арендалық үйге кезекке қою батырмасын басасыз. Онлайн сұрау, қаланы, ауданды таңдап, облыста таңдап кезекке тұрасыздар. Оның тоже өзінің кезегі бар. Ол бүгін тұрдым, ертең береді, немесе осы жылы тұрдым, осы жылы аламын деген сөз жоқ. Потому что Қазақстанда әлеуметтік осал топ деп айтады ғой. Ондай адамдар көп.